Өткен бейнероликте адамзат тарихында 4 негізгі парадигма болғанын көрдік. Бірақ бұл бізге не үшін керек? Мысал ретінде, Елшілердің істері 2:1-4 мәтінін алайық. Осы бір ғана мәтінге кемінде 4 түрлі жауап беріледі. Біреулер «мен киелі рухты сеземін» дейді, екіншілері бұл мәтінді киелі шеуін өз-өзін ашуы ретінде түсіндіреді. Үшіншілері бұл оқиғаны қауымның туған күні деп қабылдайды, ал басқалары бөтен тілдерде сөйлеуді басты назарға алады. Неліктен бір мәтінге 4 түрлі жауап беріледі? Себебі бұл жауаптарға 4 түрлі парадигма әсер етеді. Әр парадигма бір мәтінге өз қырынан қарап, әр түрлі мағына береді. Келесі бейнероликтен бастап осы парадигмалардың әрқайсысын жеке-жеке қарастырамыз.